Оқы, тағы оқы. Бүгінгі балдырғанның ұранына айналып келет бұл сөз. Кітап алтын сандық, іші толған қазына құт. Оқы, ойыңа тұт. Оқуға құштар мектеп жобасы білімді ұлт қалыптастыруға, оқушыларды көркем әдебиетті жүйелі оқуға, баулуға бағытталған. Осы оқу жылында гимназияда аталған жоба бойынша түрлі шаралар жүргізілуде. Бүгін бұл бейнероликте 1-4 сыныптардағы шаралардың бір парасына тоқталамыз. 1 сынып оқушылары әжемнің ертегілері кітабын оқыды. Оқыған көңілге ықыласпен тоқыды. Зерделі сөзге зер салған оқушылар ішінен өздеріне ұнаған бір ертегіні алып, сол бойынша көрініс көрсетті, көрермен қошеметіне ие болды. Бұл арқылы зерделі сөздің зергері болуға ұмтылғандар шығарма мазмұнын меңгеріп қана қоймай, әр алуан білім дағдыларды да меңгерді. 2 сыныптар жануарлар туралы ертегілер кітабын толық оқып, бір ертегі бойынша қойылым жасады. Қойылым балалардың тілін дамыту, сөйлеу мәдениеті мен ой өрісін, дүние танымын жетілдіруде үлкен нәтиже беретіні сөзсіз. Театрлық іс-әрекеттер арқылы баланың ой өрісін дамыту, сонымен бірге зер салып тыңдай білуге, есте сақтау, түсіну, мәнерлеп оқуға, қазақша сауатты сөйлеу білу мәнерін арттыруға болады. 3 сынып білім алушылары да қазақ ертегілері кітабы бойынша театрландырылған көріністер дайындады. 4 сыныптар Ыбырай Алтынсариннің оқу түбі тоқу кітабын толық оқып, ата-анасымен бірге слайд презентация жасап қорғады, шығарма идеясының мазмұнын түсіндіріп, өздері оқыған кітапты өзгелерге насихаттай алды. Баланы терең ой мен саналы білімге жеткізуде кітаптың алатын орны ерекше екенін түсіндіру, қоғамға парасатты биік азамат тәрбиелеудегі кітаптың маңызын ұқтыру, насихаттау мақсатында кітап бойынша TikTok шарасы өтілді. TikTok желісі арқылы оқушылардың қызығушылығы артты. Қожатай, балам, қайда жүрсің, мектепке кешігетін болдың ғой. Кітапты тағы да үлгермейсің сен. Ой, осы анадан күйдім ау. Әжеме кетіп бараттым. Кеттім, мен уақытым жоқ. Мен атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады. Адам атын әдем болуды зор байлық екен ғой. Бастауыш сынып оқушылары ата-анасымен бірге үздік оқырман отбасы байқауына да қатысты. Бізге ондай байқаулар ұнайды. Берері мол, байқаусыз да кітап оқуға тырысамыз отбасымызбен. Дегенмен де байқаудың да берері көп екендігін айтқым келеді. Өйткені өзге де кітаптарды ақтаруға, баламен бірге жұмыс істеуге, мектеппен бірге қатынасты ұлғайтуға өз септігін тигізеді. Осындай байқаулар көп болса екен деймін. Және идеясы өте тамаша. Бір ерекшелігін атап өткім келеді. Біздің қазақ жазушыларының шығармашылығына терең үңілуге, тек бала емес, ана емес, отбасы болып үңілуге өзіндік қосар үлесі мол екен. Үлкен рахмет сіздерге. Қысқы демалысқа шығар алдында оқушыларды жаңа жыл мерекесімен құттықтау ерекше жасалды. Тәтті торттардың бетіне кітаптардың бейнесі қойылып, сол кітапты демалыс кезінде оқып келу тапсырылды. 3-90 басынан бері оқыған кітаптары бойынша әртүрлі формада кері байланыс алынуда. Жоғарыда айтылған жобалар тәрбие тұжырымдамасында көрсетілген толық адам тәрбиелеудегі басты құрал деп түйіндейміз. Тындырымды тірлігіміз, жүйелі жұмысымыз, межелі мақсатымыз өз нәтижесін бергей. Бұл болашақтың еншісінде.